Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді қайнатып крем дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сүтімізді қайнағанша отқа қойып қоямыз. Екінші кезекте жұмыртқамызды жарып, шекерімді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Көпіргенше, яғни жақсылап араласқанша. Осылай. Қатты көпіртудің қажеті жоқ. Екінші кезекте мен ұн салатын боламын. Ұнның орнына крахмал салсаңыздар да болады. Кукурузный немесе картоп крахмалын салсаңыздар да болады. Осындай сұйықтықта болды. Енді кезекте қайнауға сәл қалғанда осындай жылы сүтіміздің жартысын осы массамызға араластырып, содан соң барып сүтімізге құятын боламыз. Осылай қатты қозғауымыз қажет, жұмыртқамыз пісіп кетпеуі қажет. Барлығын осылай құйып, қатты қозғап отырмыз қажет осындай. Тез-тез. Өйткені жұмыртқамыз ішінде, ыстық сүттің ішінде пісіп кетуі мүмкін. Осылай қозғай отырып, қоюланғанша, яғни қараңыздар, қоюланып жатыр. Біз массамыз сол кезде майымызды, сары майымызды салатын боламыз. Осылай қозғай отыра, қоюланғанша тоқтамай осылай қоюланғанша қозғап отырамыз. Асты баяу отта болу қажет. Қараңыздар, мені. Тез-тез мен осылай қозғап отырдым. Астыда жабысып қалмауы қажет отымызға. Түйіршіктер, қарап отырсаңыздар, түйіршіктер жоқ. Егер түйіршіктер болып жатса, сіздерде бұны кремімізді осы оттан аларда ситадан өткізулеріңіз қажет. Осылай ыдысымыздан құйып алдық. Ыстық ыдысымызда қалмауы қажет. Осындай ыдысымызға құйып алып, үй температурасында суытамыз. Бетін осылай пищевой пакетпен жауып қойып суытсаңыздар да болады. Мен осылай бетін жауып қойып суытамын. Мен сіздерге қазір дайын болған массамызды көрсететін боламын. Өстіп үй температурасында суытсаңыздар болады. Мұны қараңыздар, қоюланған осындай массада болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасау жолы өте оңай.